Құрметті көрермендер, бүгін еліміздегі экономиканың локомотиві болып саналатын мұнай газ өндірісінің дамуы және даму мүмкіндігі болашақта қалай елдің еңсесін көтеруге, экономикасын жандандыруға және дербестендіруге мұнай газ өндірісі қызмет ете алады. Және де мұнай газ өндірісіне қызмет көрсету компанияларының даму қазіргі таңдағы мүмкіндігін талқылаймыз. Сол себепті өздеріңізге белгілі мұнай газ өндірісіндегі үлкен тұлға болып қалыптасқан сараптамашылар Абзал Нарымбет пен Нұрлан Жұмағұлов келіп отыр. Бұл бірінші рез бас қосу және бірінші рез әртүрлі деңгейдегі сарапшылар және әртүрлі мақсатты қозғап жүрген азаматтар ойымызды, мүмкіндігімізді, күш-жігерімізді еліміздің экономикасын, оның ішінде мұнай газ өндірісінің дамуына бет бұрғызуға атсалысамыз деген бас қосу. Сондықтан сіздерден осы бағдарламаны көру барысында бізді көп сынамай қайта түсінуге тырысып, өйткені бірінші рез жасап отырмыз. Болашақта қандай тақырыптар сіздерге ұнайды, қай тақырыпты талдауымыз керек, өздеріңізді ұсыныс беріп тұрсаңыздар құба-құп болар еді. Сондықтан құрметті әріптестер, бауырларым деп айтуға болады. Енді біз бір-бірімізді бір жыл емес ғасырлар таниды деп айтсақ та артық болмас. Әрқайсыңыздың еңбектеріңіз, әрқайсыңыздардың жан айғайларыңыз, шырылдап жүргендеріңіз осы еліміздің мұнай газ өндірісін дамытамыз, үлесін арттырамыз, қазақстандық үлесін арттырамыз деп еңбек етіп жүрсіздер. Еңбектеріңіз жансын, халықтың құрметіне бөленіңіздер. Әрине, істеп жатқан жұмыстарыңыз адал болғаннан кейін міндетті түрде адал сіздерді марапатын алуларыңыз керек. Сіздерге рахмет шақыруды құп алғандарыңызға. Келесі жолы басқа да шақыруыңызға. Келесі жолы басқа да тіпті кері қара пікір айтатын азаматтар болса да біз қарсы емеспіз, келсін, өзінің шындығын дәлелдесін. Бұндай бас қосу не түрткі болды? Бұндай бас қосуға деген сұраққа жауап іздеп көретін болсақ, осыдан бір Нүке, сіздің есіңізде шығар, 19-шы жылдары Жанболат Мамай деген азамат болған. Қазақ мұнайының табысы туралы бір қайдағы адамның ақылына сыймайтын жаңағы сараптамаларды беріп, елдің билікке деген, мұнайшыларға деген ашуын бір қатты тудырып жіберді. Сол кезде мен Жанболатқа хабарласып өзім телефонын тауып, Жанболат, мынау жаңылыс ақпарат беріп атсың, бұндай цифрларды айтып, екі ортадағы өшпенділікті арттырып, жеке басыңның жаңағы құрметін арттыру, ол мүлде дұрыс емес зат. Жазбаңды алып таста деп едім, алмады. Содан кейін бір аптадан кейін мен кәдімгідей терең тұрғыда сараптама жасап, оның айтқан сөзінің бәрін өтірікке шығарып, халық сонда барып, мынау былай екен ғой деген әңгіме туды. Қазір шынында да қымбатшылық желкелеп жатқан кезде шынында да жай халық осы мұнай газ өндірісінен бір артық көз табысты және де өмірін жеңілдетуге бір мүмкіндіктер іздейтіні рас. Сондықтан шамамыз келгенше бүгін халыққа да түсінікті болу үшін қай жерде мұнай газ өндірісі халыққа тіреу бола алады, қай кезде тіпті мұнай газ өндірісіне тірек керек деген мәселе. Мысалы, қазір жаңа өзен мәселесі қатты талқыланып жатыр. Сол жерде мысалға өкіметтің жаңағы уәдесі халықтың талабының ортасында, өздеріңізге белгілі, өзен мұнай газ кәсіпорны шынында да ауыртпалық шегіп жатыр. Үстіп жүріп екі жақтың жаңағы талабын орындаймын деп, өзен мұнай газ тіпті банкрот болып кетуі де мүмкін. Ол да ғажап емес. Сондықтан әбден мүмкін. Сондықтан осындай ащы шындық болса да жаңағы айтуымыз керек. Біз не ойымызда да ең бірінші кәсіпорынның тұрақтылығын қамтамасыз ететін саясат жүргізуіміз керек. Және де билік те, өкімет те осыны қадағалау керек. Мысалға, кәсіпорындардың өздерінің халық алдындағы әлеуметтік жауапкершілігін дәлелдеген бізде талай сын сағаттар болды. Тіпті алысқа бармай қоятын болсақ, кешегі пандемия кезінде де мысалға бір кәсіпорынды банкротқа жібермейміз, бір жұмыс орнын жоғалтпаймыз деген мемлекет өзіне міндеттеме алды, және де уәде берді халыққа. Соның бәрін сайып келген кезде біздің мұнайға қызмет көрсету саласында жүрген компаниялар тікелей түрде атқарды. Ешқандай кәсіпорын банкротқа кеткен жоқ, ешқандай бірде-бір жұмысшы орнын қысқартқан жоқ. Бірақ бұның бәрі жеңіл, жай келе салған жоқ қой. Қаншама
ақылды шешімдер қабылданды, қаншама қарыз ақша алынды, қаншама жаңағы келісім шарттарға қол жеткізу үшін кабинеттердің тоздырды деген мәселе. Сондықтан біз осы мәселелердің ішінде келе жатқан, шынында да негізгі ауыр жүк кәсіпорындарға түсіп жатқаннан кейін біз шамамыз келгенше кәсіпорындардың да мұң-мұқтажын түсіне отырып, олардың өмірін қалай жеңілдетеміз, және болашақта олар өздері даму үшін, және де Қазақстанның тұрақты сенімді компанияларына айналу үшін не істей алады, не істей аламыз деген сұраққа жауап іздеп көрсек. 17-ші жылдары Нұрлан айда аспандан бірақ шығарған бір жаңалық болды. Үлкен сараптама, Нұрлан өзі бір сараптаманы жақсы көреді ғой, жаңағы терең зерттеп барып, сол бір сараптамасында мұнайға қызмет көрсету саласы Қазақстанның банк секторынан 2,5 есе бюджетке ақша құятын дәлелдеп берді. Сол кезде бәріміз таңқалдық. Күнде жұмыс істеп жүрген қызметіміз, бірақ банк секторынан алдыға шығып кеткенімізді бір жағынан қуандық, бір жағынан шынында да осы сала дами беретін болса, ол 2,5 есе деген не ол? Неге 20 есе емес дегенде, ондай дүниежүзіндегі нарықта, дүниежүзілік тарихта мұнай газ қызмет көрсету саласының тіпті мұнай өндірісінен көп ақша тауып беріп отырғанын білеміз ғой, бар ғой мемлекеттер. Неге біз осыны қолға алмаймыз? Әрине сұрақ көп, жауап жоқ, шешім аз деген сияқты, бірақ шамамыз келгенше бүгін осының бәрін талқылап көрсек, құрметті әріптестер, тағы сіздерге рахмет айта отырып, осы тақырыпты ары қарай өрбітіп, өздеріңізді ойларыңызды қосуға сіздерге мүмкіндік. Қысқаша өздеріңізді таныстырып кетеміз десеңіздер де ешқандай қарсылық жоқ. Қайсыңызда алфавит бойынша Абзалдан бастайық онда, иә? Рахмет, шақыруыңызға рахмет. Негізі өте керемет бағдарлама деп ойлаймын. Бастамаларыңызға нұр жаусын дейміз. Сол есімді бастамамызға деп айтайық. Бұл бастамамызға. О бастан бірден айтып кеткім келеді. Бұл ешқандай да жеке меншік емес. Бұл шынында да кез келген мұнай саласындағы білімін шыңдап, өзінің жаңағы ойын жеткізе алмай жүрген кез келген Қазақстан азаматын тек қана жаңағы өзінің ойын жеткізуге арналған студия, және де ол ойлардан, ол пікірлерден егер еліміздің экономикасы ұтатын болса, мұнай газ өндірісі дамитын болса, бізге одан артық пайда жоқ. Сондықтан бұл бәріміздің ортақ шаңырағымыз. Бастамамыз. Иә. Рахмет. Есім Абзал болады, Абзал Нарымбетов. Мұнай саласында 16 жылдан бері жұмыс істеп келе жатырмын. Сол салада түрлі шетелдік компанияда жұмыс істедім. Қазақстандық ұлттық компанияда жұмыс істедім. Өзім жаңағы полевой инженер дейді, содан бастағым негізі бүкіл қызметімді. Шетелде Турцияда оқыдым, Францияда оқыдым, Ресейде оқыдым, жуырда докторантура алдым Швейцариялық университеттен. Тосын. Рахмет сіздерге. Сол каналым бар өзімнің, Energy Analytics деген. Сол пікірімді сол жерде бөлсем. Негізі ол канал сол пандемия уақытында ашқан болатын. Пандемияда бәріміз үйге енді тығылдық қой. Сол кезде не істеймін дедім, білімді қалай бөлсем дедім. Телеграм бір площадканы қолдандым, жаза бастадым, бір қарасам. Сондай бір мұқтаждық бар екен де. Солай бөлсе белгілі уақытта сол каналым неге айналды, өзі бір брендке айналды. Нұрекең секілді, канал секілді. Сол шақырғаныңызға рахмет. Бүгін пікірлерімізбен бөлісеміз. Осы танысуымызға қуаныштымыз. Бірінші алғаш келген. Нүке, алып қосарың. Енді қайырлы күн, Раке. Шақырғаныңызға рахмет. Енді жалпы Нұрлан Жұмағұлов осы мұнай газ саласында 10 жылдан астам әртүрлі қызметтерде жұмыс атқарғанмын. Оның ішінде 6 жыл сізбен бірге Қазсервис мұнай сервистік одағында осы мұнай сервистегі күрделі мәселелерді көтеріп, үлкен ірі операторлар мен мемлекетпен отандық компаниялардың проблемаларын талқылап келген болатынбыз. Бір жылдан бастап өзімдік Energy Monitor деген қоғамдық қор ашқан болатым. Жалпы енді осы салада жүрмін, бірақ енді қазір мен бизнес жағынан емес, көбінесе халық жағынан. Мұнай газ саласында халыққа не тиесілі, қалай олар мысалы өзін мүмкіншіліктерін арттыра алады, қандай мүмкіншілік бар мысалы бюджеттен, қаржы болсын, оқу болсын, сол мәселелерді көтеріп келе жатырмын. Рахмет. Әрқайсыңыздың жұмыстарыңызды жазбаларыңыздан, елдің аузында жүрген пікірталастардан көп білеміз, естіп жүрміз. Жұмыстарыңызға жетістік, жеміс тілейміз. Талмаңыздар, шашамаңыздар.
осы бастаған істеріңізді алға қарай дөңгелете беріңіз, сәтті болсын істеріңіз. Енді ақырындап нақты іске көшетін болсақ, негізі мұнайға қызмет көрсету саласы өте бір күрделі сала, және де жай ғана тұщықтан бастап қамтамасыз етуден бастап үлкен қиын қиғаштап бұрғылау жұмыстармен аяқталып жатады. Тіпті кей кезде космостың да спутниктердің де жаңағы қызметіне жүгініп атамыз. Не деген әлгі бір ауырды, сондықтан әлгі бұл жерде қазір бөліп жарып ештеңені айтудың қажеті жоқ шығар. Тасымалдауды қалай дамытамыз, болмаса құрылысты қалай дамытамыз, жобалауды қалай дамытамыз, бұрғылауды қалай дамытамыз. Қазіргі таңда әр қаншама 10 шақты сала болатын болса, жаңағы тасымалдау, бұрғылау әрқайсысына тиесілі, бірақ ортақ, әрқайсысына ортақ дамуға кедергісін тигізіп отырған 3-4 мәселе бар. Оның бірі жаңағы үлкен ірі операторлардан келісім шарт алған кезде жаңағы банкінің жаңағы кепілдігі. Осы уақытқа шейін Нұрлан екеуміз біраз қызмет қылдық. Осы уақытқа шейін олар берге дейін тіпті біздің банкілердің мойындамай келді. Қазақстан өкіметінде жұмыс істеп жатыр. Қазақстан жаңағы өкіметіне салығын төлеп жатыр. Бірақ біздің банкілерге мойындамай отыр. Bir жағынан енді біз көбіне біздің банкілер жаңадан қалыптасып келген сенімсіздік танып отырған шығар. Өйткені олар үлкен қаражатты шынында да айналдырып көрмеген, тәжірибе жоқ деп. Біздің де компаниялар ірі контракттар алған кезде батыс Европаның, Американың банкілерінің кепілдігін сұрап атты. Ол біздің Қазақстанның банкілері танымайтын жаңа кәсіпорынды олар қайдан танысын? Тіпті жаңағы о жақта қоя қоятын кепілдік дүниелері де жоқ. Сонымен жаңағы өте бір ауыр жағдай болып жатты. Осы тұста Бахмутова Ханшайымға рахмет айтқым келеді. Нұрлан екеуміз 10 шақты рет табалдырығын тоздырып жүріп, әртүрлі амалдарын айтып, қалай істеу керек екенін қазіргі таңда бірен-саран банкілерді біздің операторлар мойындай бастады. Бірақ оның өзінде де мен айтар едім, қазіргі таңда құр символикалық тұрғыда. Біз мойындадық. Жасанды түрде. Біз мойындадық, ал енді талаптарыңды, мүмкіндіктеріңді, таланттарыңды көрсет дегендей болып отыр. Бірақ осы мүмкіндікті қазіргі таңда пайдалана қойған біздің кәсіпорындарда жоқ. Ары қарай не болмақ, осы жөнінде кішкене бір қозғап кетсек. Өйткені бұл өте үлкен біздің кәсіпорындардың дамуына тиіп отырған тежеу, кедергі. Себебі біздің банкілер біріншіден несие берген кезде тіпті анау-мынау сыйақыларын қуып келген кезде 30%-ға шейін кетіп қалады. Шетелдік компаниялар мысалы Европадан 4%, 3%-ның төңірегінде кепілдік алып келеді. Міне осы тұстың өзінде де мысалы ол тендерге бәріңіз естідіңіздер, Қазақстан компаниялар тендерге қатысатын болса, олардікі ең қымбат баға деп. Баға неден құралады? Баға міндетті түрде ең бірінші алып отырған несиеңнен құралмайды. Шетелдік пайызынан. Шетелдік пайыздың 4-ден асып отырса, мына жердің 30 болып тұрса, әрине қымбат болмай қалады. Бірдей бәсекелес. Сондықтан біз әртүрлі мәселелер, жеңіл ақша, кәсіпорындарға даму, жеңіл ақша амалдарын қарастырып жүрік. Оның ішінде Норвегияның тәжірибесін білеміз, ұлттық қордан береді, тіпті 1,5%-ға шейін өзі сенімге кірген. Осындай қандай жолдары бар, осы мәселені бірінші талқылап кетсек. Енді Рәке, бұл мәселеге біраз жыл болды ғой, ондаған жыл болса да болды. Болды ғой, бірақ неге бізді естімей келе жатыр, соны білгім келеді да. Неге бізді естімей келе жатыр? Неге өкімет осыған жаңа көңіл бөлмейді? Неге осыны бізбен ақылдасып қалай істеуге болады? Өздерінің ойларын айтып, неге ылғи селқос танытады? Қолдау көрсетеді. Қолдау көрсетпеген ең ұрғанда тыңдап үйренсе деймін да жаңа. Бұл білесіз, Қазақстан мұнайының 120 жылдығын атап өткен кезде мемлекет басшысы Тоқаев осыдан 2019 жылы қыркүйекте ұлттық сізбен біздің ұсыныстан кейін тапсырма берген болатын. Тапсырмада не деп айтылған? Ірі отандық мұнай сервисіне несиелендіру жобасын қараңдар. Содан кейін біз банктарды жинап Алматыда кездестік қой. Ұлттық банкты да шақырдық. Ұлттық банк не деді? Бізде ешқандай тыйым салмайым. Банктар өз еркі қаласа несиелендіруін берсін, банкты гарантиясын берсін деп. Ал енді сіз басында айтып кеттіңіз ғой. Бүкіл Қазақстанның банктарын төлеген салығы мұнай сервиске қарағанда 2,5 есе арзан. Бұл неліктен? Өйткені қазіргі таңда Қазақстанның қарызы бар ғой, мемлекеттік қарызы бар.
ол 50 миллиард дейміз. Соның 60-70% ол шетелдің инвесторлардікі емес, ол банктердің ақшасы. Ол мысалы қазіргі таңда егер қазақстандық банктар облигация, қаржы министрлігінің ұлттық банктың облигацияларын сатып алатын болса, сол облигациялардан төленетін салық 0. Енді қараңыз, облигацияның пайызы 15-17%. Банкқа не тиімді? Мемлекет тарапынан гарантия көрсетілген облигацияларын сатып алу ма? Немесе бір түсінбейтін бір бизнеске ақша салу ма? Өйткені банктар риск алғысы келмейді. Риск алғысы келмейді да, облигацияны сатып алады да, одан салық төлемейді. Ол керемет мүмкіндік қой. Сол үшін енді олар ірі бизнеске несие бермейді, қаржыландырмайды ірі бизнесті. Серіктес болудан қашады. Өйткені мысалы ертеңгі күні бизнес мысалы өзінің міндеттемелерін орындай алмай қалса, не істейді ол? Екінші мәселе не сияқты? Ірі бизнес дегенімізде мұнай саласы өте волатильный дейді, жөндегі белгісіздік өте көп болады. Әсіресе бұл бағаға байланысты, мұнай бағасына байланысты. Мұнай бағасы түскен кезде бірінші ең көп және зардап шекеді нефтесервис. Бірінші қысқартылады ол жөндегі, қарайды, нефтесервис бірінші кетеді. Және бұрғылау азаяды. Бұрғылау азайса, оның жөндегі жұмысшылар азаяды. Жөндегі сондай. Ол бұрғылауды қамтамасыз ететін басқа сервистік жөндегі бизнес азаяды. Мысалы қарайтын болсақ, мұнайдың бағасы 2000 жылдың басынан көтерілді. Көтеріліп келді де 2008 жылы бір түсті. Одан кейін қайтадан $100 көтеріліп, 2010 мен 14 арасында бір шарықтау кезең өтті. Одан кейін тағы бір рет түсті де 2021-ге дейін көтерілген жоқ. Тек қана $100-ға 2022-де ғана көтерілді. $101 болды. Өткен жылдың орташа себебі бренд сортына қарайтын болсақ. Қазіргі таңда $80 мен $70 ортасында тұр. Ол бір банк үшін тарихына қарайтын болсақ, соңғы 5 жылда мұнайдың бағасы $20 көрді, $10 көрді, $100 көрді, $120 көрді. Сол үшін банк үшін ол гарантия жөндегі стабильны аз келсе де тұрақты келетін бір ақша пайдасы. Мынау белгісіз бір риск алып, бір бизнеске ақша салуды олар бәлкім құптамайды қатты. Ол бір себеп болуы мүмкін. Бәлкім мен өз ойым. Сондықтан келешекте қазір болжау қарайтын болсақ, мұнайдың бағасы 70-тен 70-80 арасы деп тұр. Одан жоғары көптеген жаңағы нелер бар, ұйымдар. Бағаны болжайтын ұйымдар. Олар бұрынғыдай $100-ға да құптамай отыр. $100-ға жетер-жетпесін. 70-80 деп отыр. Өйткені тарихтан алған бір сабағы бар. Сол 70-80-нің өзі олар үшін бір тәуекел болып тұрды. Сондықтан бәлкім бұл да бір себеп шығар деймін. Себебі Қазақстанның мұнайы өзіндік құны бағасы дейді ғой. Өзіндік құны бағасы $40 пен $50 арасы дейді. Және $40 мен $50 арасы ол құрлықта. Ал теңізде болса ол 50-ден де жоғары. Сонда қарап отырсаңыз, Жаңаөзенде одан да жоғары негізі. Жаңаөзенде қателеспесем, кемде 70-80 болмаса, оларда ол таңда жәндегі артық ақша шықпайды. Өткенде бір жаңалықтардан шығып қалды ғой. Біз осы айдың айлығын бәлкім төлеуге мошамыз жетпейді деген. Енді оны бір мысал ретінде берді, себебі өздерінің ішінде жаратып отқан ақшасы көп пайдадан көрі. Ол кезде минус жәндегі не кетеді? Ағымына кетеді, ақша ағымына. Ол кезде айлықты төлемеуге де төлей алмау жағдайына дейін жетеді. Ол деген не деген сөз? Мұнайдың өзіндік құнды бағасы Жаңаөзен сияқты ескі кәсіпорындарда және көп адам жұмыс істейтін кәсіпорындарда, енді салыстырмалы түрде Жаңаөзенде ТШО қараған кезде 12 адам мысалы көп жұмыс істейді. Олардың бәрін айлықтарын қамтамасыз ету соншалықты көп ақша талап еткендіктен олардың өзіндік бағасы 70-80-ден төменнен түспейді. Демек ол не деген сөз? Қазірдің өзінде олар ортада тұрды. Ал егер шамалы мұнайдың бағасы төмен түсіп кеткен жағдайда, бәлкім одан да қатты ауыр жағдайға түседі. Ал үлкен кәсіпорындарда жәндегі ТШО сектор, жәндегі теңіз болсын, қашаған болсын, олардың өзіндік құн бағасы $20, қателеспесем, $20. Олар үшін мұнайдың бағасы $40 түскеннің өзінде олар үшін пайда бар. Олар үшін бәлкім сол үшін оларға шетелдік банктердің өзі ақша беруге даяр болып отырады сол үлкен жобаларға. Себебі олардың бірінші өзінің және себестоимости өзінің құны әлдеқайда төмен. Екіншіден олардың келешекке болжаған жәндегі мұнай өнімі көбейе береді. Ал Жаңаөзенде түсе береді. Былай қарайтын болсаңыз, сіздің мұнайыңыз өнімі азаяды, пайдаңыз азаяды, ал жаратқан ақшаңыз көбейе береді. Енді болжам түрінде қарасаңыз, ол сізге тиімсіз негізі. Мен өз бір пікірім. Кезінде пандемия кезінде бір жаңалық жүрегіміз тоқтатып қоя жаздап еді.
жаңағы атын атамай ақ қояйын, бірақ ірі үш оператордың біреуі операционкасына несие алған. Есіңізде ме? Иә, ол енді қазіргі таңда мысалы теңіз кеңейту жобасы да несие алады ғой. Біздің банктерден де облигация. Негізінде иә, орынды пікір айттыңыздар, бірақ мен ойлаймын, қандай жағдай болмағанда да негізінде мұнай газ өндірісінің жаңағы экономикалық жаңағы сала ретінде және ол бір тұрақты нарық ретінде қарауды қалыптастыру керек. Және мұнай газ өндірісі дүние жүзі бойынша, ол тек қана Қазақстанда емес, бір өзі бір жас сәби сияқты салқын тез тиіп қала береді. Өйткені геополитикаға өте қатты жақын ғой. Бұрын тек қана үлкен ірі саясаткерлердің, алпауыт мемлекеттердің бір инструменті еді, бір-бірін әлсірету, болмаса дамытуға пайдаланатын. Соңғы кездері, соңғы осы бір 15-20 жылдан бұның қатарын тіпті экологтар да толтырып жатқан сияқты. Біздің атымызға көп кір келтіреді мысалы. Зиян әкеліп жатыр, болашаққа біз кімді қалдырамыз, бірақ баламалы энергия көздерін дамытуымыз керек, андық-мындық дейді. Бірақ енді қазір Тесланың да басқаның да мүмкіндігін көріп отырмыз ғой. Олардың аккумуляторы ертең жаңағы 2 машинаның құны болып шығатын мысалы. Өте бір тапшы болады келешекте. Сондықтан бұл жерде нарықтың жаңағы Абзал сен айтып отырған нарықтың тұрақсыз өзін алып жүруі осындай бір табиғи емес, искусственный бір кей кезде жаңағы араласумен болып жататын сияқты. Бірақ дегенмен қандай болғанда да дүние жүзіндегі бүткіл ірі Шеврон, Тотал, бір дүние жүзіндегі бір жақсы банкілермен жұмыс істеп отыр ғой. Олар да есептейді, сараптамашылары бар. Соған қарамай тіпті осы біздің Қазақстандағы да ірі жобаларға қаншама ақша құйып жатыр. Тіпті соңғы мына теңіз жобасының өзі 50 миллиардқа жетіп қалды мысалы. Қорықпай салып жатыр. Ертең бізде де банкілерді қандай жағдай болмағанда пайданы да, ертеңгі келетін зиянды да, шығынды да, болмаса жетістікті де, болмаса ұтылуды да бірге көтере алатындай үйретуіміз керек. Бұл жерде біз банкілерге барып кәсіпорындар жүріңдер бізбен бірге жаңағы рискіні бөлісіңдер десек, олар көнбеуі мүмкін. Бірақ бұл қарым-қатынасты мемлекет көмектесу керек дамытуға. Менің ойым осындай. Мысалы, қашанғы жаңағы көшеде тіпті енді банкілердің істейтін іс емес, ұят. Жаңағы адамдар көлігін кредитке ала бастады. Тек қана сондай бір ұсақ, не өзіне пайдасы жоқ, не халыққа пайдасы жоқ бір дүниелерді қаражаттандыра береді. Сондықтан осы тұрғыда ойларыңыз қалай істеуге болады осыны? Енді жалпы қараңыз, қазіргі таңда Қазақстан өндіруден өңдеуге кетіп жатыр. Мұнай газ химиясын дамытып жатыр. Өйткені қарайтын болсақ, соңғы 15 жылда ірі мұнай газ жер қойнауы ашылмады. Қазіргі таңда газ химиясын дамыту қарқыны жүріп келе жатыр. Енді Ресейден келіп жатыр, Қытайдан келіп жатыр. Бірақ енді Қазмұнайгазда ақша жоқ. ГСУ деген газосепарационный установка, газ сепарация қондырғысын салу керек еді Қазмұнайгаз. Оған кемінде 2,5 миллиард доллар керек. Қазіргі таңда Қазмұнайгазда ақша жоқ. Қазмұнайгаз енді ұлттық қордан 2 миллиард доллар алмақшы. Бірақ ұлттық қор оны бере алмайды. Неге десеңіз, ұлттық қорда кемінде ВВП-дің 30% қалу керек. Қазіргі таңда сол енді ішкі өнімнің 30% ғана қалып отыр да, 32%. Оны 2 миллиард долларды ала алмайды. Бұл жақта енді Қазақстан даму банкі дейміз ғой, БРК. БРК-ны іске салу керек та. Өйткені мысалы қарайтын болсаңыз, Қазмұнайгаз БРК-мен бірігіп? Жоқ, БРК өзі рентабельді жобаларға қаржыны бөлу керек. Бір ірі банкі тәжірибе ретінде көрсету керек дейсіз ғой, көш бастап тұру керек қой. Өйткені қазіргі таңда мысалы KPI Атыраудағы. Неге БРК, неге халық банк емес, неге жаңағы? БРК өйткені ол мемлекеттің банкі, халық банк ол жеке банк. Енді БРК-ның міндеттемесі сол ғой, ірі жобаларды қаржыландыру.
мемлекет тарапынан. Сізде қандай жобаларды қаржыландырды екен? Сізде ақпарат жоқ па? Мысалы, БРК осы уақытқа шейін Жоқ, осы бір тәжірибеде бар ма екен? Газ құбырын салды ғой Астана. Мына Қызылорда Астана жұмыс істемей тұрған? Иә. Сондай жобалар кетіп қалды деген үшін. Түсінікті. Негізінде осы құбыр анау Бейнеуден Астанаға шейін бір-ақ насос тұр. Қаншама ірі қалалардан өтеді. Біреуінде қойма жоқ. 2 миллиард текше метр деп енді алдын ала жоспарлаған негізі. 2 миллиард деген сол құбырдың егер диаметріне қарайтын болсақ, Қытайға баратын құбырдың диаметрі ұқсас. Бірақ Қытайда сол құбырда 15 миллиард барады текше метр, бізде 2 миллиардқа арналған. Сол жендегі компрессордың аздығы ғой. Ал егер тағы да қосымша қоятын болсаңыз, онда көбірек жіберуге болады. Бірақ сол 2 миллиардтың өзін газы тапшып тұр ғой. Жоқ, мысалы мен ойлаймын, БРК енді тек қана ірі жобаларға ақша салу емес, содан пайда көруді көрсету керек қой. Сол кезде мына тиімді. Жеке банкілер жаңағы қызыға кіріседі ғой, иә. Сосын бір ортада несие беру нарығы пайда болады, иә. Бәсеке пайда болады. Жақсы ғой, жаңағы бірінің пайызын бір түсіндіреді. Бірақ енді сонда қазіргі таңда БРК-ның шашы мемлекет, мысалға, осыншама ақшаны салып тастап, құр жаңағы отель бар оның ішінде деген. Негізінде бұндай тәжірибемен бізге БРК қаншалықты өнеге үлгі бола алады? Енді қатты сын айтылды ғой БРК бойынша. Мысалы, Тимур Құлибаевтың, Нигматуллиннің заводтарына тек қана ақша бөлген деп. Қазіргі таңда енді оны реттеп жатыр. Енді үміт тек қана БРК-да, Раке. Басқа... Нүке, мен сіздің сөзіңіз білейін, мен екі сөз жек көрем. Реттеп жатыр, ол бір белгісіз уақытта бітетін жұмыста. Уақыт жоқ. Қашан дейсіз? Қашан. Екінші үміт. Тек қана. Енді, үмітсіз шайтан, бәрімізді, бірақ бізге қазіргі таңда шынын айтайын, нақты бір іс-қимылдар керек. Біз қазіргі осы әңгіменің төңірегінде біз жай қарапайым халық, кәсіпорындар жаңағы білгісі келеді да, БРК қашан нақты жұмыс істейді. Біз әңгімені жақсы айтып отырмыз ғой, енді химия өнеркәсібін дамытып жатырмыз деп. Қандай? Қайсы? Және де біздің құқымыз, біз дамытып жатырмыз деп айтуға қай кезде толыққанды құқымыз болады? Біз өзіміз қаржыландырғанда. Егер біз біреудің ақшасына оны салғымыз келетін болса, оның да жаңағы қашан тексере аламыз. Енді түсіндіріп айтайын, Раке. Негізі Қазақстанға жобалық қаржыландыру керек. Мысалы, проектный финансирование деп аталады. Егер қарайтын болсаңыз, үлкен ірі мердігерлік компаниялар шетелдік, олар өзінің мемлекеттегі банктермен бірге жұмыс істейді. Мысалы, Қытай өзінің банктарымен, Кореяның Hyundai, Samsung, олар өздерінің Кореядегі банкалармен жұмыс істейді. Өйткені сол мердігерлік компания ол айтады, менде қаржыландыру бар, проектный финансирование деп аталады. Мысалы, KPI сөйтіп соғылды ғой. Қазіргі таңда, мысалы, Қарашығанақтың газ өңдеу заводына сондай мәселені қарап отыр да, өйткені инвесторларда ақша жоқ. Бұл өте жақсы модель, бірақ енді Қазақстанға осы модельді іске қосу керек та. Ол үшін енді қаржыландыру керек, біздің бір үлкен бір. Жоқ, Нүке, мен келсем сізбен, модель жақсы. Басқа мемлекеттер, басқа ұлттар пайдаланып отыр бұны, және қызығын көріп жатыр. Бірақ осы модельді пайдалану үшін біздің мемлекетке де бір определенный ресурстар қажет емес па? Мысалға, сенетін тұрақты компания қалыптастыра алдық па? Біздің ұлттық компаниялардың өзі зорға қалт-құлт басып жүрсе, сүрініп. Біз ертең ол банк айтады ғой, жақсы, мен қаржыландырайын. Бірақ қайсы сен тәрбиелеп, сен жеткізген компания, мысалы сол Daewoo болсын, Samsung болсын, Hyundai болсын, жаңағы Кореядағы, енді өзіміз көзімізбен барып көріп таңғалдық қой. Мемлекет қандай оларға жаңағы питомник жасап қойған. Теплица сияқты қарап оларды өсіргенде, сосын кейін бар ол компаниялардың деңгейі көтерілгеннен кейін бар дүниежүзілік банкілер бар, оған қызығып, сенім артылып, оған қанша ақша сұраса сонша беріп отыр. Бізде ұлттық жаңағы компаниялардың өзі жаңағы аз-маз банкроттың ар жақ бер жағында жүр. Мысалы, Қазмұнайгазыңды да ал, Қазатомпромыңды да ал, жаңағы әрең жүр. Мысалға, жеке компанияларды айтпаған кезде біз мысалға енді арман жақсы, қойған мақсат жақсы, модельді пайдаланайық. Бірақ оны пайдалану үшін біздің ресурс бар ма? Мен ойымша бірінші және БРК-ны секілді егер ол тек қана емес, жалпы тек болатын болғанның өзінде де ол бәріне бірдей ақша бөлу керек деп ойлаймын. Ешкімді ажыратпай.
бірінші да. Ол жеке жәндегі бір тәуелсіз банк болу керек ақша беру тұрғысынан. Екінші мен өз ойым жәндегі жобалық жәндегі финансирование ғой, қаржы бөлу. Жобалық қаржыда ақшаны бөлу бірінші этап болса, екінші оның этапы оны ақшада мониторинг жасау. Қайда кетті ақша? Қаншалықты тиімді жобалар кетті? Бізде сол ғой, ақшаны бөледі, жобаны қосады, ары қарай жоба қалай жұмыс істеп жатыр, ол жақ тоқтап қалды ма, әлде ол асып жатыр ма өзінің көрсеткіштерінен, ондай бір документ көрген жоқ ма әліге дейін. Жаңа ғана Астана құбырын, газ құбырын қозғамаса ешкім ұмытып кетеді бәрі. Ол тез және жаса деді, біз бір жылдың ішінде сауып тастадық, ақшаны тез жәндегі освоили, бәрі жұмыс істеп жатыр. Ал қарайтын болсақ, жоба істеп тұрған жоқ. Ол сабақ алу керек та. Солай сабақ алу керек. Бүкіл жобалар ГПФИР деген кезінде өзіңіз хабардарсыз, 2009-да бірінші 5 жылдық ашты, 2014-те екінші 5 жылға ашты. Қазір ГПФИРдің үшінші 5 жылын ашып отыр. Мен айтамын, бірінші 5 жылдың бір қарайық та, ақша бөлген жобалардың бәрі 30 жәндегі чемпион болады деді, жәндегі зауыттар салады деді. Қайсысы оның қағаз және қиған қанша лента бар, мысалы, солардың бәрін қарайық. Сол тиімсіз жобалардың бәрін сабақ алайық. Кімге ақша бөлінді, ол дұрыс тиімді қолданбады ма, оларды екінші категория қойық та. Бірінші категорияда сол ақшаны тиімді қолданған және кәсіпорындар бар, және компания егелері бар, солар ақшаны көбірек бөлейік. Неге? Олар өздерінің мүдделерін дұрыс ақтай білді. Сондай мониторинг бір несі болса деймін да, бөлген ақшаны қайда кетті және қаншалықты тиімді жаратты. Үшіншісінде сонан алған сабақты келесі этапта ақша кімді бөледі деген кезде сол жәндегі дұрыс көрсеткендер олар алда болады, ал дұрыс көрсеткендер артта болады. Менің ойымша сол. Тәуелсіз ақша бөлу, екіншісі мониторинг. Ақша қайдан? Ең бастысы. Өйткені қазіргі таңда өзіңіз білесіз, біздің мемлекеттің қарызы 40 миллиард доллардан асып кетті. Оның 70% ол банктерде. Банктарды ғой енді ақшаны айналып отқан. Бұл жақта енді банктерге айту керек, болды енді облигацияны егер облигациядан алатын болсаңдар, онда салық төлейсіңдер деп бір өзгеріс, қатты өзгерістер керек. Банк жүйесінде. Банк жүйесіне өзгерістер керек. Өйткені банк қазіргі таңда біздің қазақстандық банкілер үлкен ірі бизнесті қаржыландырмайды. Оларға тиімсіз. Ал БРК-да енді ақша жоқ. Ұлттық қордан алатын болса, ұлттық қорда айтып өттім ғой, ішкі өнімнің 30% кемінде қалу керек та, сақталу керек болашақ ұрпаққа. Қазіргі таңда бір 32-31%-бен жүрміз. Өйткені осы жылы 4 триллион теңгеден артық ақша аламыз, бірақ енді қазір мұнайдың бағасы 70-80 болып отыр ғой. 4 триллион теңге ұлттық қорға түседі деген менде не жоқ, сенімдік жоқ. Өйткені баға $60 да болуы мүмкін да жылдың соңына қарай. Бұл тұрғыдан ұлттық қорға қарау дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ қазір бізде қараңыз енді пенсионный фонд бар. Пенсионный фондтың ақшасын енді жұмсауға болар еді, бірақ рентабельный пайдасы бар жобаларға да. Негізі мына зейнет қорының ақшасын пайдалану өзі елдерде бір шынында да бір шок қой. Шулап кетті ғой. Шулап кетеді. Тура жаңағы біздің саладағы бір көктемде күзде келетін жаңағы қымбатшылық бар емес пе, жанар жағармай. Тура сол сияқты жаңағы зейнет қорын бір жерге іске жаратайық десе тағы да ұрлайды деп жатыр ма деген. Инфляция. Менің ойымша ұсыныстар нақты, бірақ мемлекеттің мінезі осындай үлкен шешімдер қабылдауға жете ме? Жете ме? Оны уақыт көрсетер. Жоқ, былай жігер алып осыны орындайтын, іске асыратын адамды айтып отырсыз ғой енді жалпы бұл жерде мемлекет тұрғысынан. Өткенде осы бір арамызда бір әңгіме жүрген, мұнай саласында былай қарайтын болсақ, өзін жәндегі батыл қадамдар жасаған ең үлкен жәндегі батыл қадамдардың жасаған ең үлкен көп несі жәндегі сол тұлға ретінде енді марқұм Балғынбаев уақытта оған дейді. Кәдімгідей өзі батыл шешім қабылдап, өз іске асқан. Жауапкершілікті өзіне алған. Егер сол мәселеде айтатын болсаңыз, өз ойым бәлкім әлі оған алыстамыз. Негізі тұлға ретінде мен бір батыл қадамдар қабылдап, өзі шешіп орындайтын адамды мен өзім ойым қазір көріп тұрған жоқпын, шыны керек. Тұлға ретінде. Шынында да мына толық келсем абзал. Негізінде әртүрлі жобаларды тіпті соның тиімді екенін, келешекте халықты, Қазақстан халқын бақытты экономикаға жеткізе алатын деген бір жобаларды іске асыру үшін шынында да тұлға қажет. Бізде шынында да соңғы кезде
әртүрлі мәселелер айтылып жүр, бірақ мұнай газ өндірісінде шынында да бата беретін ақсақалдар азайып бара жатқан сияқты. Және де бір мемлекетке сөзі өтетін, мемлекетке толық жеткізе алатын біз бір құрал таппай жатырмыз, амал таппай жатырмыз да. Білімді жігіттер көп. Міне бүгінгі бас қосуымыздың да бір қадамының бірі осы. Бізді енді былай естімесеңдер, былай естіңдерші деп. Сондықтан өте бір күрделі мәселе. Шынында да біздің газ өндірісі, мұнай газ өндірісі дамуы мүмкін инвесторлардың арқасында, бірақ ұлттық негізді қалай дамытамыз? Оған шынында да тұлға керек, оған шынында да ұлтжанды азамат керек. Ол бір болатын мәселе. Екінші мәселе, ол осы бәрі біледі ғой, мұнай саласындағының бәрі. Пандемия кезінде біз бірден президент мырзаға үндеу жолдадық. Сол жерде бір қатар мәселелер көтердік. Сол мәселелердің бірінде біз деп айтқанбыз. Осы сәтті пайдаланып, ірі жобалардағы шетелдік азаматтарды босатып, шамамыз келгенше кадрды ұлттандырып алу. Одан кейін келесі қадам бүткіл келісім шарттарды ұлттандырып алу дегенбіз. Ірі бір жанға бататын мәселелердің бірі бұл шынында да ұлттық мамандар. Қазақстан азаматының жаңағы ірі жобаларда қатысып, тәжірибесін жинап, жаңағы дүниежүзілік деңгейге шығу. Бізде енді басқа дүниежүзілік деңгейге шығатын мүмкіндік жоқ қой, сол жобадан басқа мысалы. Сол жерде өзіміздің жаңағы білім алып келген азаматтардың бәрін мүмкіндігін біз пайдаланып, және өзінің талантын ашуға мүмкіндікті беру қажет. Ол бір болатын болса, екінші болатын болса, өнген өнімді бөлісу келісім шарттары бірталай ірі жобаларда аяқталып қалды. Олардың жаңағы олармен келісім бойынша ерте ме кеш пе ол жерде Қазақстан азаматы басқару керек. Бізде қазір осыған жобалар дайын ба, және де осындай азаматтар бар ма? Мысал ретінде айтайын, өзі басымнан өткен мен өзім шетелдік компанияда, соңғы шетелдік компанияда 12 жыл жұмыс істедім. 12 жыл жұмыс істедім. Кірген кезімде алғаш болып техникалық департаментте бір ғана қазақ болдым. Сол 12 жыл ішінде ол департамент 20 адамға көбейді. Бірақ 12 жылдың ішінде бір қазақ сол бір аттап бастық боламады. Сол шетел азаматы. Бірақ қарайтын болсаңыз, жаңағы компетенция дейді ғой, икемділік ретінде еш кем емес. Кейбір кезде асып кетуі де мүмкін. Бірақ бұл жерде меніңше мемлекеттің саясаты осы ұлттықтандыру деген национализация. Ол кезінде болды 2000 жылдардың басында. Белгілі бір жәндегі сөз алды. Жаңа сіз айтқан 3 кәсіпорынның өзі сөз алғаны бар. 75% менеджмент жәндегі басқару үшін 75% болады деген. Бүкіл мамандардың 95%-ына дейін барады деген. Оның бәрі қағаз жүзінде бар. Осының екінші этапы болу керек еді деп ойлаймын. Ол екінші этабында Норвегия секілді 100%-ға жеткізетін жоспар болу керек еді. 2030-ға дейін ба, 2040-қа дейін ба. Ол сол жерде тұрып қалды. Және мониторинг дедім ғой. Және бірінші жоба басталды, кейінгісін қалып кетті. Оны қай министр бастады, оның хабары жоқ бәлкім. Қазіргі министр немен айналысатындай хабар жоқ. Менің ойымша осы тұрғыда қолға алса деп ойлаймын. Неге? Қазір мысалы Equinor дейді, дүниедегі ең үлкен компаниялардың бірі, Норвегияның, мықты компания негізі. Сода вице-президент ретінде біздің өзіміздің қазақ қызы вице-президент болып жұмыс істейді. Ұңғыманы басқаруда. Оны біз неге білмейміз? Біз сол LinkedIn сондай жерлерде қараймыз да, байқаймыз, сосын барып білеміз. Сосын жәндегі өзім таяу шығыстан қараймыз. Өзіміздің жәндегі араб мемлекеттерін қараймыз. Қаншама өзіміздің мамандарымыз жүр. Оның жәндегі маманынан басып, бастығына дейін, вице-президентке дейін жәндегі лауазымда. Америкада жұмыс істейді, Exxonда жұмыс істейді, Chevron. Бүкіл дүние жүзінде қазақтар бастық бола алады да, басқара алады. Неге Қазақстан өзіне басқара албайды? Сол ең көп сұрақ мен өзім сұрағым келеді. Себебі мен іштен шыққаны үшін соны айтамын. Соны ойлаймын, бұл жаңағы екінші этаптың болмағаны. Сол үшін мен өз ойым, үкімет, оған жәндегі тиесілі еңбек министрлігі бұны қайтадан қолға алса. Осы кәсіпорында кезінде жоспар болған, сол жоспардың екінші этабын соңына дейін жүргізуді ойлаймын. Өйткені Норвегияның өзінде 100% тек өзінің азаматтарын алады. Ол жерде тек шетелден келетін болса, ода бір өз норвегиялық азаматтарында болмаған бір икемділік болса ғана келе алады ол жерге. Ал ондай икемділік, ондай почти жоқ та. Сол үшін тек қана өзінің азаматтарын алады. Осы тұрғыдан мен өз ойым, маман ретінде қазір қазақстандық азаматтықтар
барынша жеткілікті әр маман, әр басқару лауазымды мемлекет менің ойымша қолға алу. Бұл жерде негізі теңіз қашаған жобаларында бізде үлкен мамандар бар. Бірақ олар не үшін кетіп жатыр басқа мемлекеттерге? Өйткені Қазақстанда, қазақстандық компанияларда ТШО дейік, ол жақта тарифтік сетка бар да. Тек қана бір айталық $10,000, $15,000, одан ары секіре алмайды. Шектеу бар. Сол шектеуге шыдамай көбісі кетіп жатыр. Ал енді қалай тәрбие... Мен түсінбедім, нені шектейді? Жалақы, табысын шектей ме? табысы шектелген. Табысы шектелген өйткені. Ұлттық мамандарға табыс шектелген, иә? Жалпы біздің, Қазақстан азаматтарының табыс шектелген. Неге? Енді бұл қаржы Минтрудқа сұрақ қойылу керек деп ойлаймын. Еңбек министріне. Мысалы, ол шетелдік азамат келіп отыр, иә? Бір орта деңгейдегі бір топ менеджер, иә? Бірақ қазақстандық азаматынан ол көп ала алады, иә? Солай болып тұр. Әлдеқайда көп. Әлдеқайда көп алады. Неге ондағы халықтың булығып, ашуланып, біз неге төмен санайды деп жүрген әңгімесі рас болып тұр ғой? Ол рас. Ол бұрыннан рас қой. Жоқ, енді оны не істеуге болады? Қалай? Минтрудқа қалай жеткізу керек? Ол Минтрудқа біз қандай құжат өткізуіміз керек? Оны неге біз дайындамаймыз? Неге біз олармен осы әңгімені көтермейміз? Еңбек министрінде талдау болу керек деп ойлаймын. Бүкіл келіп жатқан шетел азаматтарындағы артықшылық неде? Неге ол шетел азаматтарын біріншіден мұқтаж кәсіпорындарда, екіншіден неге олардың айлықтарының жәндегі несі дейді ғой, диапазоны осы арасында болады. Мысалы, Қазақстан азаматында неге маманы одан 5 есе 10 есе неге аз алады? Осы аналитика жүргізу деп ойлаймын да. Мысалы, неге Норвегия барған кезде бір Норвегия азаматы мен шетел азаматы бірдей айлық, бәлкім Норвегия азамат одан да көп алады негізі айлық. Былай келетін болсақ, шын тұрғыдан. Мысалы, араб мемлекеттерінде. Араб мемлекеттерінде талай қазақтар жұмыс істеп жүр. Олар арабтардан көп алмайды негізі. Бірақ сол өздерінің алған айлығының өзі біздің айлықтан әлдеқайда көп. Ол не деген сөз? Ол бірінші өзінің азаматын бірінші неге қояды? Араб мемлекеттері. Екіншіден, келген сырттан жәндегі мамандар болса, олардың айлықтары бірдей немесе төмен болады. Бізде керісінше осы жағынан. Бізде тек тең айлық көрген жоқ, осыға дейін бірнеше есе көп болады. Ол сол талдау несі жоқ деп ойлаймын да. Еңбек министрінде бүкіл ақпарат бар негізі. Талдаймын деп жасаймын десе, бір күнде. Бірақ бәлкім менің ойымша олар неден қорқады? Инвестициялық климатты құртып аламыз. Біз өзіміздің жәндегі национализация кадров дейді жәндегі ұлттықтандыру жәндегі. Бірақ оған қарап отырсаңыз, дүние жүзінде ол болып жатқан табиғи ол не да? Ағын жәндегі тренд дейді ғой. Араб мемлекеттері 1978 жылға дейін шетел компаниялар басқарады. 1978 жылы Сауд жәндегі король жәндегі несі келді. Бір күнде 100%-ға ауыстырып жіберді. Ұлттықтандырды. Кімде ештеңе дыз деген жоқ та. Одан кейін мамандарын 100%-ға ауыстырды. Ештеңе деген жоқ. Менің ойымша жүйелі түрде бұл неде жұмыс істеу керек. Жүйелі түрде бірінші этапы айтқандай болды, екінші этапы жоқ. Сол мәселе. Бұл жерде енді бағана Абеке айтып кетті ғой, кезінде бір компанияларда болған ұлттандыру, кадрларды ұлттандыру мәселесі. Қазіргі таңда шетелдің азаматы енді техникалық жұмысқа 3 жылға келеді. 3 жылға келген кезде оған талап қою керек. Сен 3 жылда 2 қазақты өсіресің деп. 3 жыл бітеді ғой өзінің мерзімі. Сол кезде сол 2 қазақтың біреусін өзінің орнына қалдыру керек. Сол кезде ғана өсеміз. Негізі бұл талап бар етін. Бірақ бұл талапты білмеймін. Неге жұмыс істемей қалды? Енді талап неге жұмыс істемей жатыр? Өйткені спрос болған жоқ қой. Мысалы, 3 жыл өтеді, ол шетелдің азаматы айтады. Сұраныс неден болмады? Қазақ дайын емес дейді. 3 жыл үйреттім, үйрене алмады дейді. Мен сенбеймін, қазақ азаматы 3 жылда өзінің деңгейін шетелдікпен бірдей қала алмайды дегенге сенбеймін мен. 3 жылда бір емес 2 қазақты дайындауға болады. Бұл енді талапты күшейту керек. Дұрыс. Сіздердің әңгімелеріңізге салмақ берсін. 16 жылы Лондонға бардым. Лондонға баратын сапарыма түрткі болған. Осы қазіргі теңіз жобасындағы 3-ші заводтың салыну модулі Кореяда жасалған өздеріңізге берілді. Сол 16 жылы
инспекция жасауға модульдер қалай жасалып жатыр екен деп Кореяға бардым. Сол жерде Қазақстанның 2-3 жаңағы кәсіпорындарының есін көріп қалдым. Сендер не істеп жүрсіңдер деп еді. Ойбай, бір тендер алып жатыр едік. Біреуіне 18 инженер керек, біреуіне 24 инженер керек, біреуіне тағы да сондай сол шамада инженер керек. Солардың бәрін осы Кореядан іздеп жатырмын деді. Өйткені ол инженер болмайтын болса, маған ол тендерді бермейді деп. Сол кезде оғанға шейін тіпті бір терең ойланып көрдім. Сол кезде бізде маман тапшылығының өте күшті проблема екенін жаңағы сезіне қалдым. Келгеннен кейін амалын қалай істейміз деп Лондонға барып, Ыдырысов мырза ол кезде елші Қазақстанның Англиядағы, сол кісімен кездесіп, осы проблеманы айттым, осындай болды. Не болса да білім іздеп біздің көз ашық балалар Англияға келеді ғой. Сіздер осы оқып бітірген балалардың маманы бар ма? Солармен сөйлессем, елге қайтса, елдегі осы біздің ірі жобаларды іске асыруға білімін, күш-жігерін жұмсаса деп. Сосын кейін ол кісі бір сол Англияда жүрген қазақтардың топ басшысы бір жас қыздың телефонын берді, хабарластым. 2,5 мың адам жүр. Англияда. 2,5 мың қазақ жүр. Енді Англияда өздеріңіз білесіздер, көбіне ірі мұнай компанияларының бас офистары. Сосын кейін ол 2,5 мың адамды түгел жина десеңіз жинайын деді. Бірақ енді қажетті қанша сіз бүйтіңіз деді. Олардың талабын бізге беріңіз. Сосын олардың беретін, біздің дамуға беретін мүмкіндігін беріңіз. Мүмкіндік жоқ болды. Мүмкіндік енді сіздерге көрсетейін. Даму мүмкіндігі ақ қағаз болып келді. Талабы 4 том кітап болды. Сосын кейін біздің сол жақта жүрген шын біздің мақтаныштарымыз. Олар ертеме кеш пе елге оралатындарына мен сенімдімін. Бірақ шамалар келгенше сол жақтағы бүкіл Англияның ғасырлап жинаған бизнес мәдениетін, жаңағы тәжірибесін, қаржы амалдарын түгел елге алып келіп, түбінде біздің экономика солар оралған кезде бір гүрілдейтініне мен сенімдім. Күтіп жүрміз. Қызмет етеді. Сосын кейін түсіндім. Бірақ енді шынында да енді біз талап жақсы, бірақ қазіргі таңда өзі бір жиі пайдаланатын сөздің бірі болды ғой. Мен өзімнің капиталымды, адами капиталымды қалай пайдаланам, қалай дамытам. Ешкім енді бұл өмірге қас-қағым сәт екенін білеміз өмірдің. Бірақ дұрыс өмір сүруге, бақытты өмір сүруге, бай өмір сүруге әрқайсысы талпынады. Жан-жақты. Сондықтан әр кәсіпорын қалай адамды дамыта алады. Осы мәселеге бір тоқтап кетсек. Сол кезде менің ойымша маман ірі жобадағы мамандарды ұлттандыру мәселесі бірден шешілетін шығар деп ойлаймын. Енді бұл жерде мен өз пікірім, маманның 2 түрі болады негізі. Бірінші түрі сіз айтқан секілді жәндегі узконаправленный дейді, жәндегі белгілі бір салада қатты терең мамандандырылған. Жаңағы сіз айтқан секілді Кореяда мысалы неге дүние жүзінде тек қана Кореяда мысалы жәндегі салынады EPC жәндегі жобалардың көбісі? Себебі оларда терең тәжірибе бар, мамандар бар, сол жақта жасалады. Екінші маман түрі ол басқару мамандығы. Ол араб мемлекеттеріне көбінесе. Олар өз азаматтарын бірінші басқарушы ретінде қояды. Қалғанын бәрі мамандар, жәндегі терең мамандарды өздеріне жалдайды. Менің тұрғыдан айтып келем тұрғыдан Қазақстандағы жобаларды өз азаматтарын басқара алатындай жағдайда. Және өз жобаларын осыдан көбірек қазақ азаматы басқарса, егер терең мамандығын жәндегі шетел азаматынан басқа ешкім болмаса алып келсін. Сол тұрғыдан айтқым келіп отыр. Себебі біз өз ойым, біздің мамандар басқару үшін жобаларда жеткілікті тәжірибелер бар. Сондықтан өз азаматымыз бұл жобаларды басқарған кезде бәлкім мемлекетімізді көбірек мүддесін қорғайма деген менде тағы екінші не бар. Себебі шетелдің азаматы, ол келеді, басқарады, ақшасын алады, кетеді. Ол 2-3 жыл өзін жәндегі не дейді ғой, жәндегі бір не секілді, қонақ секілді ғой, Қазақстан қонақ секілді келеді, қонақ секілді кетеді. Ал өз азаматымыз бұнда қалады, дұрыс па? Сондықтан мен ойымша біздің азаматтар басқарудың бәрінде өз азаматымыз болу керек деп ойлаймын. Әлі ол тұрғыға келген жоқпыз біз, өкінішке орай. Менің өзім осы. Негізі мен алып қосар едім, бұл жақта білікті, білімді емес, ең бірінші адал адам келу керек. Адал адам келу керек, өзінің жұмысын атқаратын. Өйткені қазіргі таңда кейбір ірі жобаларда өзіміздің Қазақстанның азаматтары келді, білімді, ағылшын тілін біледі.
бірақ енді көке жәке енді басталды да. Жергілікті компаниялар айтады, шетелдің азаматы жұмыс істеп қалу керек еді дейді да, мысалы. Өйткені өзінің адамдарын қоя бастады, өзінің компанияларын тарта бастады. Бұдан біз арылуымыз керек. Ең бастысы, қандай білімі болмасын, адал азамат келу керек та бұл салаға, басқаруға. Адалды ашып айта аласыз ба? Неде адал? Жемқор емес. Жемқор емес, иә? Жемқор емес, өзінің енді ұлтжанды өзінің туған бауырының компаниясы бар болса да, жоқ деп айта алатын адам керек деп ойлаймын да. Өзінің туысқандарының компанияларын. Тәуелсіз шешім қабылдай алатын. Шынында да қандай да жобаны іске асыру үшін қаражат керек. Қаражат талқыладық, шамамыз келгенше. Әлі де айтылатын мәселелер бар шығар. Келесі бір бас қосқанымызда қырғын мемлекеттің қаржы институттары бар ғой жаңағы, иә, әртүрлі. Не бір жобаларды қаржылан олардың жұмысын бір талқылап кетсек, қалай әгір. Бұл жерде талқылағанда біз оларды бір жаман қылып көрсету емес, олардың мүмкіндігін өзіміздің кәсіпорындарға ашып беруді, олар өзінің қызығында жобаларына пайдаланатындай қылып. Енді қандай да жобаны іске асыру үшін екінші мәселе ол міндетті түрде мамандар еді. Мамандарға да тоқталып кеттік. Аз кемді бұл тұрғыда жетістіктер де бар. Жетістіктеріміз шетелде жүрген біздің мықты азамат. Жаңа қарындасымыз қандай мықты енді, жаңа ол арман ғой енді әр адамның жаңағы басына бұйра бермейтін бақ деп айтуға болады. Жетістігіміз де бар, кемшілігіміз де көп. Жетістігіміз неде? Біздің жастарды, біздің мамандарды басқа мемлекеттер бағалай алады, көре алады да. Біздің мемлекет көрмей жатқаны енді әрине қынжылтады. Енді үшінші бір үлкен жобаларды іске асырудағы қажетті ресурстардың бірі ол жаңа технология. Тіпті өндіріспен қосып талқыласақ та болар еді. Ірі инвесторлар келген кезде өнген өнімді келісу шартында міндетті түрде бекітіліп жазылған талаптардың бірі өндіріс әкелу олар. Жаңадан бір өндіріс ашу. Бірақ енді мақтанып 30 жылдың ішінде көрсете қоятын бірде бір өндіріс жоқ. Бір-екі лаборатория болмаса, онда да лабораторияның өзі жаңа 50 квадрат метрдегі лабораториялар қаншалықты оны біздің мемлекет пайдаланып жатыр, және қаншалықты ол бизнесқа бір серпіліс берді, септігін тигізіп серпіліс беріп жатыр, оны білмейміз. Сондықтан осы өндірістен бастап ақырындап жаңа технология қаншалықты жаңа Абзал әңгіменің басында өзеннің және теңіздің өну құны, өнген өнімнің құнын айтып кетті. Мысалы теңіздікі $12 төңірегі болатын болса, өзендікі кей кезде тіпті 70-ден асып кетіп жатыр. Себебі бірақ қана теңіздегі Шеврон компаниясы шамасы келгенше жаңа технологияның бәрінен бас тартпай пайдаланып жатыр. Үркіп атқан жоқ, ақшаны аяп атқан жоқ, салып жатыр, сатып әкеліп жатыр. Өйткені жаңа технология міндетті түрде өнген өнімді арзандататыны айдан анық дүние. Әйтпесе, соншама оның артынан неге қуып жатыр деген сұрақ туады ғой. Біз неғұрлым өнген өнімнің бағасын төмендетеміз, соғұрлым пайдамыз көп болады дейді. Енді біз білеміз, капиталистер пайданы жақсы көретіні. Ол тегі бизнестің өзінің бір ажырамас қағидасы болу керек. Пайданы жақсы көрмейтін. Мақсаты болу керек. Басты мақсат. Сен пайда көрмейтін болсаң, оны неге айналысып отырсың дегенде. Сондықтан жаңа неге біздікілер қазіргі таңда осыған көңіл бөлінмей жатыр? Білмегендіктен ба? Жоқ әлде білсе де қол жетпей ма? Болмаса қол жетсе де оны Қазақстан азаматтарына істеуге бір күштер бар ма істетпей отырған деген сияқты. Осы тұрғыда тоқталыңыз. Басты тұрғыдан менің ойымша бірінші бәрі неге келеді ғой? Мақсатқа, өзіңіз айтқан секілді, мақсатқа байланысты. Енді сіз кәсіпорынды кім ретінде қарайсыз? Кәсіпорынды мысалы бір адам, мысалы жәндегі теңіз деп айттыңыз мысал ретінде. Кәсіпорынды ол бір не ретінде қарайды да, бір өзің бір баласы болса мысалы, ол балаға сіз неғұрлым көп инвестиция құйсаңыз, кішігірім кезінде, ол өскен кезде соғұрлым өзінің жемісін береді. Мысалы, дер кезінде оқуға апарсаңыз, дер кезінде кружоктарға қатыстырсаңыз, мысалы, соған байланысты 18-25 жасқа келген кезде 18 жаста жақсы бір оқуға түседі. Егер жақсы оқуды бітіріп алса, 25 жасында жақсы бір жұмысқа кіреді. Солай өзін алып кетеді. Ал егер дер кезінде оған сіз оқуын дұрыс жақсы бір оқу таңдамасаңыз, оны жақсы кружоктарға апармасаңыз, жақсы бір университетке түспесе, бәлкім өмірі бақи ол не болып қалуы мүмкін, жүк болып қалуы мүмкін. Сол секілді кәсіпорынға сондай бір немен қарау керек деп ойлаймын да, жәндегі бір өте сезімталдықпен. Себебі кәсіпорында сіз қазір еш құймайтын болсаңыз инвестицияны, тек қана жәндегі айлығын көтеріп, жұмыскерді көбейтіп,
тек қана пайданың бәрін өзіме жарата беремін десеңіз, ол кәсіпорынды белгілі уақытта өлтіріп алған боласыз. Одан кейін пайдасын азайтып алған боласыз. Сол тұрғыдан деп ойлаймын, мақсатқа байланысты. Мысалы, Жаңаөзен мен Теңіздің айырмашылығы, Жаңаөзенде негізі бір ғана акционер ғой. Бір ғана акционер. Мысалы, оның қасында Маңғыстаумұнайгаз бар да, екі акционер бар. Бірін-бірін тексере алады да. Мынау акционердің бір пікірі бар, ана акционердің бір пікірі бар. Бірін-бірін жәндегі қадағалап, сөйтіп отырады. Құяды ақшаны, оны мониторинг жасайды. Қаншалықты тиімді құйдық. Ары қарай кәсіпорын өлтіріп алмайық, осы жалғастырайық. Ал егер жәндегі контроль болмаса, тек қана өзім ғана жаратамын, өзім ғана бақылаймын дейтін болса, онда ол кәсіпорынды неге тура алып бару мүмкін да. Сондықтан шетел жәндегі Теңіз болсын, Қашаған болсын, жәндегі Қарашаңқы болсын, оларда одан да көп акционерлер. 4, 5, 7 акционер бар да. А олардың тексеретін жәндегі әр неғұрлым акционер көп болған сайын, соғұрлым пікір, соғұрлым көзқарас көп болады, соғұрлым тексеру мүмкіншілігі болады. Неге сен мына жерде жәндегі шешім қабылдау ұзарады. Шешім қабылдау бәлкім ұзарады, бірақ жаңаға нелерді өзінің компанияларын тарту немесе басқа да жәндегі жолдарға азырақ жол беріледі. Көбінесе әркім сол кәсіпорынды бір жанашырлықпен қарамаса да өлтіріп алмауға, ондан көбірек пайда тиім алып келуге өзінің жәндегі стратегиялық мақсат қояды. Сол деп ойлаймын, бірінші ең үлкен мақсат қалай да болса осы кәсіпорынды қаншалықты ұзарту білу пайдалың тиімділігін. Ол үшін технологияны қолдану керек, ол үшін адамдардың және капиталды дамыту керек, оларды оқуға апару керек, одан кейін бір автоматизацияны қолдану керек. Тағы да сондай қазіргі заманауи өзін технологиясын қолданбасаңыз, белгілі уақытта сіз кәсіпорынды өлтіріп алған боласыз. Менің ойым сол. Енді біздің ұлттық компанияның Қазмұнайгазды шетелдің Шеврон 100 жыл тарихы бар компаниялармен салыстыруға мүлдем болмайды. Оны бәріміз түсініп отырмыз. Бірақ бұл жағынан енді қарайтын болсақ, соңғы 10 жыл, мен 30 жыл демеймін, соңғы бір 10 жылда жақсы көрсеткіштерге келіп жатыр, жайлап Қазмұнайгаз. Мысалы, кімге инжинирингті алатын болсаңыз, қазіргі инжинирингтердің инженерлері Шевронға қарсы сөйлей алатын бол, дәрежеге жеткен. Бұл енді абзал айтты ғой, инвестицияның арқасында өзіміздің жақсы инженерлер шетелге кетпесін деп осы өзіміздің ұлттық компанияда тәрбиелеу мақсатында ашылған орын бол. Мысалы, қазір олар Өзенмұнайгазға, Эмбамұнайгазға қарсы сөйлейді. Мысалы, бұрында Эмбамұнайгаз жылына 50 оңғы қазатын болса, қазіргі таңда 10 ғана. Өйткені эффективность деп айтамыз ғой. Саннан сапаға көшті ке? Саннан сапаға көшіп жатыр. Иә, саннан сапаға көшті да, енді бұл тиімділігі бар. Енді бұл тек қана өңдеу тарапынан ғой, а егер мұнай сервис, мердігерлер ден қарайтын болсақ, бұл жеке бизнес қой. Жеке бизнес дамыту керек та. Жеке бизнес Дубайда үй алмау керек. Жеке бизнес ақшаны өзінің компаниясына салу керек. Мысалы, жақсы примерлер бар. НСС компаниясын қараңыз, нефтестрой сервис. Кішкентай бір компаниядан қазіргі таңда 7-8 адамды жұмыспен қамтамасыз отырған мемлекет. Бірақ Қашаған жобасы кезінде қаншама компания болды өзінің отандық. 50-50 талап болды, 50-50 компания құрасыңдар. Бірлескен кәсіпорын. Бірлескен. Ал енді Қашағанның бірінші фазасы бітті. Қайда сол компаниялар? Бәрі шетелден алды, или сатып жерді. Мүмкіншілікті жоғалтып алдық та, өйткені тек қана бір 5-7 жыл ғана кейбір компаниялар ойлайды да, 30 жылдық стратегиялық ойлау жоқ. Ал шетелдік компаниялар 30 жыл емес, 100 жылға стратегиялары бар да. Сол үшін олар енді технологияны да алатын болады. Мысалы, айтайық, шетелдің компаниясы, мысалы, бұрғылау оборудованияны импорттау керек болатын, бірақ ол контракт алам, сол кезде импорттаймын. Өйткені ол жұмыс істеу керек, сағат сайын табыс беру керек. Ал кейбір қазақстандық компаниялар болды, бірінші сатып алды, үстінен тендер іздей бастады. Бұл дұрыс емес стратегия, мысалы. Иә, біз көріп жүрміз. Қазіргі таңда Қазақстан компаниялары, Қазақстан өзіміздің жаңағы жоқтан бар болып құралған компаниялардың көбі дүниежүзілік деңгейге
көтеріліп және де өздерінің қызметін экспорттауға талпынып жатыр. Менің ойымша жаңағы Қашаған жобасындағы бірлескен кәсіпорын құрған компаниялардың дегенмен тәжірибесі босқа кеткен жоқ. Егер ол солармен жұмыс істемейтін болса, ол шетелге басқа жоба іздемес еді. Қазіргі таңда шынында да мұнайға қызмет көрсету саласы тағы да бір тығырыққа тіреліп тұрған уақыт болып тұр. Себебі жоба бітіп жатыр, жаңа жобалар жоқ. Біз енді кәсіпорындарды сақтап қалуымыз керек. Одан кейін мамандар да бір күнде қалыптаспайды ғой. Бір маманды жаңағы дайындау үшін кей кезде бір 10 жылға шейін уақыт кетіп қалып жатады. Қаншама қаражат, мысалға еңбек. Енді солардың бәрін сақтап қалу үшін қазіргі таңда шынында да экспортқа көп бет бұрдық. Осыдан жаңа министріміз тағайындалған кезде мен кездесіп кіріп шықтым. Сол кезде қазіргі кезде министрліктің де және бизнестің де көңілі осы біздің мұнай газға қызмет көрсету компанияларының мүмкіндігін экспорттау. Осы тұрғыда бір кішкене ой бөлсек, өздеріңіздің пікірлеріңізді, кеңестеріңізді айтсаңыздар, қысқа нұсқа, сонымен осы бүгінгі бірінші күнгі басқосуымызды тәмамдасақ. Азеке. Біздің қазір өкінішке орай осы күнге дейін жобалар былай келді ғой. Жаңағы теңіздің бірінші фазасы болса, ол бітсе, одан кейін Қарашаңдықтың екінші фазасы, ол бітсе, Қашағанның бірінші фазасы. Сөйтіп кезектесіп отырды. Мына жақта бір 20-30-40 мың бір жұмыс жәндегі несі болды, күші болды. Ол әр жобадан ауысып өтті. Бірақ енді қазіргі таңда, дәл қазіргі таңда ПБР деген соңғы жаңағы теңіздің жобасы бар. Одан кейін барып 40 мың адам жұмыссыз жәндегі қалу ықтималы бар да. Жоқ, уже қалды. Да, мысалы. 90 мың болған, уже 45 мың кетті, енді қалған күтіп отыр. 45 мың. Мысалы, осы күнге дейін жобалар осылай жаңағы әр жобаны құптап келді да. Неге деймін? Осы соңғы ПБР 2016-та қалай құпталды, жәнегі не берді ғой? Одобрение дейді жәнегі финансы жағын құю, қаражат құю жағынан. Бұдан кейін неге ешқандай жобаны 7 жыл өтті, ешқандай жобаны алға қоя алмады? Қашаған кешігіп қалған, содан цикл бұзылып қалған жоқ деп ойламайсыз ба? Ол да бар. Қарашаңдықта жалпы дегенім ғой, неге деймін, осы күнге дейін кәдімгі сағат секілді жұмыс істеп келді, бүкіл жобалар бірінен соң бірі. Неге деймін, қазір бізде ешқандай жоба шықпай қалды? Неге 7 жыл бойы біз ешқандай бір жобаны одобрение жәндегі өзін құптай алмадық, финансовый қаражат тұрынан. Сол алаңдатады шыны керек. Себебі қазіргі таңның өзінде қанша жәндегі іс-шараларды айтып жатады. Қашаған екіншісі болады, мына жақтан біз газ зауытын саламыз. Сөз көп қой енді, бірақ іс жүзінде келген кезде қазір нақты түрде қандай жобаға қаражат құю дайын болып тұр? Жоқ қой. Былай. Оған тұрсақ. Сол үшін қазақстандық қазір мердігерлер не істеп жатыр? Енді біздің алдында мынау голубой океан еді, көгілдір мұхит болса, қазір ол көк мұхитымыз қызыл мұхит болып бара жатыр. Неге? Жұмыс азайғаны үшін мердігерлер бірін-бірімен бәсекеге кіреді. Ал жәндегі бұрынғы торт аз. Сол тортты бөлісу керек. Кезінде 10 бөлікке бөлінетін болса, қазіргі тортты 20 бөлікке бөлу керек болады. Ол өз пайдасынан айырылуы мүмкін. Сондықтан олар көбінесе басқа елдерге шоғырланып жатыр деп естідім. Мысалы, араб мемлекеттеріне барып жатқандар бар, басқа жақтан Ресейге барып жатқандар бар. Сол өзінің жәндегі жұмыс Мозамбикке кетіп жатыр. Мозамбикке кетіп жатқандар. Ол бір жағынан жақсы негізі. Себебі біздің жергілікті компанияларымыз дамып жатыр. Шетелдік тәжірибе жинап жатыр. Өйткені бізге келген компаниялар жәндегі мысалы сонау тұрғын жәндегі біз қаншама компанияны береміз, Chevron болсын, Eni болсын. Олардың компанияның астына келген мердігерлер үлкен-үлкен, олар да шетелден тәжірибе жинап келген компаниялар ғой негізі. Сол секілді Қазақстан компаниялар шетел шығып, бізде үлкен бір жоба ашып жатса, олар қайтып келген кезде шетелдік компаниялар бәсекеге кіретіндей жағдайда болады деп ойлаймын да. Сондықтан ол жағы жақсы. Бірақ бірінші айтып өткенде минусы жәндегі қаншама адамның жұмыссыз қалып жатыр. Бұдан кейін де жұмыссыз қалу ықтималы жоғары. Ол алаңдатады. Неге бізде 7 жыл бойы бірде-бір жобаны алға қоя алмадық? Оны жәндегі қаражат тұрғыдан ұсына алмадық. Неге ол одобрение болған жоқ? Сол мен үлкен сұрақ. Бұл да сараптаманың жоқтығы болған шығар. Сіз айтып отырсыз ғой, әр мекеме, әр министрліктің сараптамасы мықты жұмыс істеу керек деп. Шынында да біздің Министерство энергетиканың өзінде соңғы 10 жылда 7-ші министрге батыр. Өте кадр қатты ауысып жатыр да. Бірде-бір келіп жатқан азаматтың толыққанды өзінің ашылуына, болмаса жаңағы бір бастаған идеяларын тіпті іске асыруға мүмкіндік бермей жатыр. Бізде негізі осы мемлекет басшылығындағы кадрды алмастыру бір конвейерге тұрған бір жиілеп кетті, және де ол
тиімсіз. Қалай өкіметке тиімсіз болса, тура солай экономикаға тиімсіз дүние. Осындай күрделі мәселелер бар. Енді менде бір сұрақ болып тұр, Абзал, жаңағы сенің ұсынысыңнан кейін. Қазақстан компанияларының экспортқа шығуына мемлекет тарапынан қандай мүмкіндіктер болмаса жаңағы көмек ұсына алады мемлекет ретінде? Мемлекеттен қателеспесем қазір Кастрейт деген ұйым бар ғой. Сол Кастрейтте қателеспесем өзінің нелері бар, қолдайтын бағдарламалар бар. Жаңағы Кастрейт қаржы Қазақстанның торговый несі жендегі? Казах экспорт бар. Казах экспорт бар. Казах экспорт бар. Сода бағдарламалар бар. Қолдау. Мен оны нақты білмеймін қазір. Мен басқа ұсыныс айтар едім. Мысалға, біздің елшіліктердің жұмысын күшейту керек сияқты. Дұрыс айтасың. Елшіліктердің сыртқы істер бизнесмен ретінде жұмыс істеу керек қой. Сыртқы істер министрлігінде инвестиция департаменті бар ма жоқ па білмеймін. Негізінде солармен байланысатын болсақ, біраз жаңағы оларды оятып, жаңағы жүгіртіп, жаңағы осы мәселені бірлесіп көтерсек жақсы болар еді. Бірақ енді бұл жақта ақ деп айту керек. Мысалы қазір 10 мыңдаған 40 мың адам босап жатыр дейсіз ғой. Мыңдаған 10 мыңдаған адамды біз экспортталамаймыз. Экспорттайтын тек қана ол инженерлер, проектный менеджерлер болды. Өйткені Қатарда, басқа мемлекеттерде шығыстағы. Өйіқта Үндістаннан, Пакистаннан арзан жұмысшылар, қара жұмысшылар айына $500 қанағат деп отыр да, 6 ай жұмыс істейді вақтымен. Біздің қазақ ешқашан бармайды ғой. Мысалы, Қазақстандық азамат деге. Енді Қазақстан азаматы ғой. Өзіміз Ресейге жібердік қой. Ресейге жібердік та, мысалы, 2 ай соң кейін қайтып келеді. Ояқта жалақы кемінде $1000 болатын. Оның өзінде барғысы келмей жатыр. Енді ұлттық менталитет те бар, жоқ емес, оны мойындауымыз керек. Ұлттық менталитет те бар. Мен кей кезде осы экспорт мәселе, адами ресурстың экспорт мәселесіне келген кезде мысал ретінде бәріміз білетін Шешенстан Республикасын көп айтам, себебі 1 миллионға жуық қана халық бар, енді оның жартысы жаңағы еркек болатын болса, енді бір 450 мың еркек болатын болса, ана Шешенстанның өзінде еркек жоқ, бәрі сырт жақта нан тауып жүр. Тапқан ақшаларын өзінің еліне әкеледі, жақсы үй салады, жақсы ауылдары жақсы, керемет. Тек қана бір зәулім әдемі сәулетті құрылыстар ғана емес, ол жерде жаңағы экологиясы таза, өйткені ешқандай өндіріс жұмыс істемейді. Экология тап-таза, жаңағы Швейцария деп айтуға болады да. Ол бір жағынан енді жаңағы ұлттық жаңағы жер қойнауындағы шикізат байлығына деген құрмет. Өйткені келесі ұрпақ қалай өмір сүрерін енді жаңағы. Бірақ бала 14-15-ке келгеннен кейін іске жараған кезде сыртқа шығып кетеді, сырттан барып тауып келеді. Ол қазір бізде бір үлкен мәселе тұрған жоқ қой, босап қалған 90 мың адам түгел апарып жұмыстандырыңдар шетелде деген. Ең құрғанда 9 компанияны жаңағы сыртқа шығарып, ауыздандырып алсақ, ар жағында жаңағы компанияны сақтап қалар едік біріншіден. Екіншіден бізде бірден жоба басталған кезде компанияның басқару жүйесі, миы аман есен болатын болса, келгеннен кейін баяғы команданы қайттан қалыптастырып алады. Жинап алу оңайлау болады. Сондықтан экспорттағы негізгі біздің мәселе компаниялардың бірінші өмірін ұзарту. Өйткені қазір айдан анық не ғой, біздің компаниялардың көп келісімшартқа шейін ғана өмірі бар. Ол келісімшарттар кей кезде 3 айлық болып қалады. Тіпті жоқ бітті, 3 айдан кейін бітіп қалды. Енді қазіргі таңда осы компаниялардың өмірін ұзарту, екіншіден шынында да шетелдік тәжірибесі бар деген статустың өзі бір керемет, мысалға өзгеше болады. Қабылдайды. Үшіншіден жаңағы айтып отырғаным, компанияның басқару жүйесін миын сақтап қаламыз. Келесі жол бізде жоба болған кезде ешқандай қиналмай келе салып жинап аласың да жұмыс істей береді. Үлкен компаниялар бар ғой, жаңағы Сичиен болсын, жаңағы Сайпен болсын да, олардың бір тарихына бір үңілетін болсақ, олар жаңағы отқа да күйген, суға да түскен ғой, жаңағы оларды қай жерде жаңағы өздерінің компаниясы болса, мысалы, оларды енді алдында жүретін көшбасшы ғой, бірақ қай елде болса, сол елде қызмет еткен да, сол елде мерген. Сөйтіп дүниежүзі тәжірибесін жинаған, қай жерде болса, кейін оны жинап алып
қай мемлекетке мобилизация жасайтын болса дайын тұрады да, тәжірибесі бар өйткені. Сол секілді Қазақстан компаниясы шетелге шығып кіріп жүре берсе, ол өзінің глобальный бір компания арасына кіреді да. Мақсат тек қана біздегі соны әлі не алмаймын да, түсінбеймін. Қазмұнайгаздың өзі жәндегі Эквинор сияқты, норвежский компания сияқты шетелде іздеу керек негізі көбірек. Мысалы Татар компаниясы, Францияда мұнай жоқ қой, бірақ қарап отырсаңыз дүниедегі ең көп мұнай шығаратын компаниялардың бірі, алғашқы 5-ке кіреді да. Мысалы BP мұнай жоқ, Eni Италияда ары кетсе бір 5% шығатын шығар пайызы, қалған бәрі шетелде табады. Сол секілді шетелде бәсеке болу керек деп ойлаймын да. Қазмұнайгазда шығу керек. Қазмұнайгаз артынан шықса, оның сырттан бүкіл қазақстандық және мердігерлер де шығады да. Ол жұмыс істеген ғой Қазмұнайгаз астында. Жаңаөзендегі қанша мердігер компаниялар бірге алға шықсын, көрсін. Риск қой енді, бірақ айналып келген кезде оның нәтижесі болады да. Мозамбикте жұмыс істейді, біреу Тунисте жұмыс істейді, Египетте жұмыс істейді. Белгілі уақытта бәлкім Eni сияқты, Chevron секілді дүние жүзі үлкен бір компанияға айналады да. Басқаша айналу қиын да. Тек қана Қазақстанда пирог белгілі ғой, торт. Оны бөле бергеннен есі жоқ деп ойлаймын да жендегі. Толық қолдаймын. Иә. Ол тортты көбейту керек деп ойлаймын да. Толық қолдаймын ойыңды. Бірақ қана не айтайын, тура осы ұлттық компанияның жаңағы құдіреті туралы. Кезінде 16-шы жылдары естеріңізде Иран ашылған кезде алғашқы болып Қазақстанда барды. Сол кезде Иранның сол кездегі айоталласы 5 түрлі ұсыныс жасады. Екі мемлекеттің ортасындағы сауда қалай жылдам даму керек және мықты болу керек туралы өзінің 5 түрлі қарапайым ұсыныстар. Жаңа бірінші ауамен, аспанмен, сумен, жермен жүретін қарым-қатынас, транспортты, логистиканы күшейту керек деді. Екінші, визаны жеңілдету керек деді. Аэропорттан келіп ала салып кетіп қалады. Үшінші, жаңағы банкі жұмысын жүйелендіріп, жылда мысалы қазір аудардың 2 минуттан кейін ақшаң Қазақстанда жатыр деген. Төртінші айтқан ұсынысы, бізде де алаяқтар жетеді деді. Жұмыстарыңызды бізге келгеніңізде біздің ұлттық компаниялармен бастасаңыздар деді. Өйткені оның артында кепілдік болып мемлекет тұр деді. Бесінші ұсыныс тіпті сол кезде бәріміз таңғалдырды. Ол кездегі бірінші президентімізге бұрылып қарады, Нұреке. Бесіншісі, сізбен біз осы кәсіпкерлерге кедергі болмауымыз керек. Керемет. Сол жаңағы айтып отырғандан есіме түсіп отыр. Шынында да ұлттық компаниялар көшбасшы болып бастап барып, біздің жаңа орта қолды жеке компанияларға қамқор болу керек. Мұз болу керек қой. Нүке? Дұрыс, келісем. Ең бастысы бұрыннан бері айтып келе жатырмыз ғой. Қазмұнайгаз Румыниядағы мұнай өңдеу зауыттарына $3,5 миллиард инвестиция салды ғой. Енді сол жыл сайын оны да жөндеу керек, обслуживать ету керек. Қазмұнайгаз сол Европада өзінің қазақстандық мұнай сервис компаниясын дамыту керек та. Түсінген оны ол қазақстандық нарыққа шығару керек және де басқа шетелге шығару керек. Өйткені егер ұлттық компания, әр қашан ұлттық компанияның қатысында бір жақсы мердігерлік компания болу керек. Мысалы, Chevron'ды алайық, Exxon'ды алайық. Кезінде болашақ кеңейту жобасын талқылаған кезде шешім қабылдаған ол Қазақстандағы азаматтар емес қой, Chevron'ның азаматтары емес. Ол прикомандированный сотрудники. Америкадан келген, тек қана осы жобаға жөнелтілген мамандарда. Олар мысалы біздің жергілікті компаниялар білмейді. Олар білетіні сол Bechtel, CBI, Сичимді да атап өтейік. Олар айтады, Нұрлан, маған зачем рисковать дейді, мен өйткені білем дейді. Bechtel мысалы, егер Австралияда минусқа жұмыс істейтін болса, келесі жобада, мысалы Қазақстанда, ол плюспен жұмыс істейді. Ол біздің серіктес. Бір жерде ол минусқа кіретін болса, екінші мемлекетте біз оны плюспен шығарамыз дейді. Ол өйткені біздің глобальный партнер. Олар сөйтіп жұмыс істейді. Сол сияқты Қазмұнайгаз да өзінің надежный бір серіктесін табу керек деп ойлаймын. Сізге бір сұрақ, жаңа олар Нұрлан бізге осылай істеу керек, сол кезде Нұрлан Балғынбаев па жоқ, Нұрлан Жұмағұлов па? Жоқ, енді қараңыз. Негізі әңгіме біздің аяғы әзілмен бітсін дегені ғой. Әрине сондай деңгейге жетіңіз, Нүке. Ол айдан анық не ғой. Танымайтын елге өзіңнің жақын досыңмен баратының, және де қандай да бір ірі жоба алып жатсаң, сенімді адамға тапсыратын, ол міндетті түрде табиғи заңдылық, тіпті басқаны қойған кезде. Сондықтан өте бір
жақсы ұсыныс болды екі тараптан да бүгін. Біздің Қазмұнайгаз бірінші ояну керек. Ағалықтандыру. Біздің ұлттық компания өзінің босқа ұлттық компания емес екенін дәлелдеу керек. Дәлелдеу керек. Сосын кейін қолдаушы әрине біздің жеке компаниялардың бәрі қазір ниеті сондай бір жанып тұр, лаулап тұр, сырттан барып мал тапсақ деген. Бәріне сәттілік, сіздерге тағы да алғыс білдірем, көрермендер атынан, мұнайшылар атынан. Әрқашанда тек қана жақсылықта жолығайық, жұмыстарымыз жемісті болсын. Бастаған ісіміз тек қана біздің қара басымыз емес, елімізді жаңа көркейтуге үлкен мүмкіндік берсін, үлес қоссын.